Мына бөлме керемет екен. Қай төсек менікі екен? Ой, мынау біраз бұзылып тұрған сияқты. Ал мынау дәл маған лайық. Мен өз орнымды таңдадым. Көршім кім екен? Ой, бұл жердегі қызмет өте нашар. Чемоданымды өзім тасуым керек. Бәрі сынып жатыр. Бұл жерде қалай ұйықтайсың? Көршімнің төсегі жақсы екен. Оған ақша керек екені көрініп тұр. Ой, атың Мэри, я? Саған $100 берсем, төсегімізді ауыстырамыз ба? Жақсы. Осы жерде ұйықтай бер. Ой. Бірдеңе ойлап табу керек. Ой, менің курьерім келіпті. Мен алып келейін. Ой, сәлеметсіз бе? Міне ақшаңыз. Ой, бұл маған ба? Рахмет. Не келгенін көрейік. Ой, үлкен ағаш тақтайлар. Вау! Жақсы, абайлайын. Ой! Жоқ, абайлай алмаған сияқтымын. Бірдеңе тауып алдым. Бұл да менің төсегімнің бөлшегі сияқты. Және бұрғы. Керемет екен. Бастайық. Керемет. Менің төсегім ең әдемі болады. Әкемнің маған құралдарды қолдануды үйреткені бекер емес екен. Міне, керемет төсегімді жинап бітуге аз қалды. Ой! Не? Ана кедейдің бөлмесі менікінен жақсы болуы мүмкін емес. Мен де өзіме армандаған бөлмемді тапсырыспен алдыртамын. Ой, менің де затым келді. Қайырлы күн. Міне ақшаңыз. Бөлме дәліздің соңында, 3-ші есік. Ой, ең керемет бөлмені күтіп жүрмін. Көрдің бе, Мэри? Менің бөлмем санаулы секундта дайын болды. Тек ойыншықтарыма абай бол. Олар маған өте қымбат. Ой, я, бұлай жақсырақ. Әдемі суреттерім. Керемет. Ал, чао. Бөлмем реттелді. Мен мұнда тұруға дайынмын. Бөлмем бір түрлі бос сияқты. Керемет идея келді. Маған мына кемпір қосақ перделер керек. Күте тұр. Бұл да менің бөлмемде әдемі көрінеді. Қабырғаларды сәндеу керек. Маған керемет идея келді. Міне, дайын. Рюкзағымда бірдеңе бар еді. Қара, қайшы мен картон. Енді мына жерде әдемі гүлдің қалыбы бар. Менде бояу бар. Енді не істейтінімді тапшы? Қабырғаның бәрін бояймын. Өзімнің ең сүйікті қылқаламымды қолданайын. Көрдің бе? Бұл қиын емес. Әрі әлде қайда әдемі көрінеді. Маған өте ұнайды. Ой, ол мына гүлдермен не істемекші? Тағы бір керемет идея. Мұнда не бар екен? Балмұздақтың бос таяқшалары. Олардан әртүрлі керемет заттарға арналған жақсы сөре шығады. Керемет. Бөлмем қазірдің өзінде әдеміленіп қалды. Ал келесі не? Ой, шұлықтар ғой. Бізге олардың көбірек болғаны керек. Бұлай әлде қайда жақсы. Қарашы, қандай түрлі түсті әрі керемет. Бірдеңе жетіспейді. Ой, я! Мен шұлықтарымнан үлкен кілем жасаймын. Керемет! Ой, сәл қатты екен. Бинго! Өзіме бүкіл бөлмеге жететін ғамақ жасаймын. Өте берік болу үшін байлап жатырмын. Ой! Сәлем, Эмма! Не? Ой, жоқ! Сәлем, қыздар! Маған қонаққа келіңдер. Ой, міне олар. Мен жүгірдім.
Сәлем, Рейчел мен Джессика. Сендерді кедей көршім Мэримен таныстырғым келеді. Онымен амандаспасаңдар да болады. Сендерге өзімнің керемет бөлмемді көрсетейін, бірге уақыт өткіземіз. Шынымен керемет көрінеді. Ал Мэриге бұл жерге келуге болмайды. Менің бөлмеме жақындамады. Не? Ой, ештеңе етпейді. Сендерсіз ақ айналысатын іс табамын. Ой, мына тақтайшаны қолдануға болатын сияқты. Алайық. Жақсы, мұнда тағы не бар? Кола бөтелкесі. Ішінде не бар? Ой, я. Бұл маған керек болады. Міне, үйіме қайта келдім. Кола бөтелкелерін мына жерге қою керек. Оны үстел ретінде қолданамын. Ал оның үстіне кішкентай қонжығымды қоямын. Әрине, кәмпиттер де бар. Оны кім жақсы көрмейді? Не? Ол неге мәз болып жатыр? Жақсы қыздар, енді караокені ең жоғары дауысқа қосамыз. Не? Ой, тым қатты шығып жатыр. Мұны қалай өшіреміз? Не істеу керектігін білемін. Ой, олар мені жынды қылатын болды. Күзетші, маған көмектесіңізші. Көршім тым қатты шулатып кеш ұйымдастырып жатыр. Қазір бәрін шешеміз. Қыздар, не істеп жатырсыңдар? Шулауға болмайды. Не? Кешіріңіз, бірақ мен сізге көмектесе алмаймын. Не? Жақсы, өзім шешемін. Идея келді. Менде шар бар. Оны үрлеп, төбеге іліп қояйық. Эманың достары менің бөлмеме келгісі келетін болады. Ал мына дискіден де жақсы шағылсатын бөлшек шығады. Бұл менің диско шарыма өте ыңғайлы болады. Керемет! Ой, ғажап! Және қатты музыка. Билейік, қонжық. Уху! Не болып жатыр? Тағы бір кеш пе? Эмма, кешір, бірақ біз көршіңнің бөлмесіне барамыз. Сәлем, Мэри, билейік. Ой, олар мені тастап кетті ме? Маникюрім қандай әдемі? Ол не? Мэри, құтқар мені, мына жерде тышқан жүр. Не? Не? Жақсы, қазір шешемін. Ой, қарашы қандай сүйкімді. Мен мұны өзіме қалдырамын. Шын мәнінде ішім пыспас үшін үй жануарын алғым келіп жүрген. Оған картоннан қалай керемет үй жасау керектігін де білемін. Бөлшектерін қиып алып, керемет үй жасайық. Терезелеріне міндетті түрде перде керек болады. Және есімі жазылған тақтайша. Сенің атың Мики болады. Үйіне кір, жаным. Енді сен менің ең жақын досымсың. Қандай сүйкімді. Маған да үй жануары керек. Бірдеңе ойлап табу керек. Маған әлемдегі ең сүйкімді жануар керек. Ой, міне менің жаңа досым. Досым қайда? Ой, мына сүйкімді күшіктердің патшайымына қарашы. Сенің атың Фиби болады. Мен сенің жаңа еңмін. Жақсы. Мен сияқты әдемі болуың үшін шашыңды тараймын. Және бірнеше аксессуар тақсақ болады. Мәс саған, өте керемет көрінесің. Міне дәмді тағамың. Жеп ал, қызым. Микиге шынымен Фиби ұнап қалды ма? Бұл нағыз махаббат қой. Жоқ, бұлай істеуге болмайды. Олар бірге болу керек. Тоқта! Фиби, ол жаққа барма! Мики, тоқта! Ой, жоқ! Менің Микиіме сенің Фибиң шынымен ұнап қалған сияқты. Қызық екен. Достар, сіздерге бұл видео ұнады ма? Онда міндетті түрде лайк басып, арнамызға жазылыңыздар және төменге пікір қалдырыңыздар. Жақында жүздескенше сау болыңыздар.